Қазақстанда Еуропаның ешбір елімен салыстыруға келмейтін бір ауыл бар. Мұнда жұмыссыздық мүлдем жоқ, ал қылмыс деген ұғым тіптен кездеспейді. Бұл ауылға көшіп барған әр адам бірден жұмысқа ие болады. Бұл ауылда 2000-ға жуық адам тұрады. Және оған көшіп барғысы келетіндердің саны қазірдің өзінде өте көп. Бұл ауылдың аты Родина. Бұл жеке пайдасын ойлаудан бұрын адамдардың жайлы өмір сүруі үшін бар күшін салған бір адамның еңбегі. Оның есімі Иван Сауэр. Ол мұнда үлкен ауыл шаруашылық өндірісін құрып, бүкіл ауылды жұмыспен қамтамасыз етіп, тұрғындарға тамаша өмір жағдайын жасап берді. Ауылда нан өнімдері мен сүт өнімдері шығарылады. Ал ауыл тұрғындары үшін азық-түлік бағасы нарықтағыдан 50%-ға төмен. Супермаркетке кірсеңіз, таңғаласыз. Мұнда көкөніс пен жемістің барлық түрі бар. Мектептің сыныптары мен дәретханаларының жағдайы керемет. Көзбен көріп бұған сену қиын. Бейне бір түс көріп жатқандай боласыз. Бұл ауылға барғыңыз келеді ме? Пікір қалдырыңыз. Лүпіл басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.